исламдағы әйелдің күтімі туралы, жаңа босанған әйелдер туралы бір ақпараттармен бөліссеңіз. Енді негізі сәбиіңіздің бауы берік болсын, ұзақ өмірлі болсын, перзенттеріңіз құтты болсын. Ананың өмірдегі ең қатты ауруы, әрі ең бірден ұмытып кететін ауруы осы бала босану ғой. Сондықтан енді Аллаға мың шүкір, енді бұны еркектерге бермегеніне, бұны еркек көтере алмайды деп өзіміз айтып жүрміз. Бірінші, босанған әйел босанардың алдында оның сақтануы парыз болады. Басқа уақытта сақтанса, бұл босанардың алдында да сақ болады. Енді босанған әйелді өзіңіз білесіз, біздің қазақ тарихында келін балаларға, босанған қыздарға, келіндерімізге, қыздарымызға жеке басына үй тіккен. Содан білген, бұл үйге сәби қосылғандығын білген. Сондықтан міндетті түрде бұл мәселе бар. Не үшін бөлек қылған? Өйткені бұл келіншек 40 күнге дейін нифас халінде болады шариғат бойынша. Саяққа, басқа ауыр жұмысқа араласпасын, қазақ айтпақшы шілде тері шықсын, жақсы күтімде болсын, бабында болсын деп осыны жасаған. Одан кейін енді кейінірек біз енді тұрақтады, қазақ үйлерден шықтық дегендей, енді қазақ болып қала бердік қой. Енді біздің аналарымыз бала босануды әртүрлі жағдай, ол заманның адамдарының денсаулығы күшті болды. Қазір өзіңіз айтқанда, осы жақында мен кімді, Айнұр Тұрсынбаева қарындасымыз тыңдадым, өте бір айтқан сөзіне риза болдым Айнұр ханымның. Қазір бала босанса, бұрын неге босанды бәлен деп қайғырушы еді, қазір босанғанына ризамыз деді. Сау бала босанғанда, жалпы босаналып, бала көтергеніне риза болам деді. Шын мәнінде бұны кім біледі? Сол баланың иесіне жете алмай жүрген адам біледі. Білесіз бе? Сол енді босанды, босанған әйелде жасыратыны жоқ, күтімі бірінші орында тұру керек. Сол үшін кейбір халықтар, ол шариғатта бар нәрсе, оның біздің қазақтарға айтсаң айтыр, біздің кейбір енелер шашын жұлады, оның жасыратыны жоқ. Ойбай, не деген, мен бір-екі жерде айтып едім, бір-екі ене мені жабылып жақ қойын деді, бірақ айтып дәлелдеп шықтым. Босанған келінді өзінің ата-анасының үйіне жіберу керек. Егер бөлек тұрмайтын келін болса, ата-анасымен, қайындарымен бір үйде тұратын болса, босанған келінді өзінің ата-анасының үйіне жіберген жақсырақ болады. Сол келін босанып өзінің үйіне барып, асықпай 40 күн анасы оны күтіп, баптап, баласына қарап, омырауын сүтін жақсылап беріп, баласының уызын қандырып әбден, одан кейін әйелді терлетіп, ол қызы ғой. Жан қызы, оған жақсырақ мәміле жасайды. Соны айтып едім, мына жерде отырған бір апамыз, ой қараңғағыр, мен 15 бала туғам, ештеңе жоқ, ештеңем жоқ, өлмейді оның дұрыс қой. Бізге оның өлмейтін шығар, бірақ ертең сол туылған балаға шеше керек қой. Ол инвалид болып, мүгедек болып, сол балаға қарай алмай қалса, кім қарайды ана? Басқа кейін келген ана әйел қарамайды. Сондықтан әйелді сол күтіп баптар, бұл енді өзбек, түрік, одан кейін ұйғыр халықтарында бар, негізі соны әр халықтың бір жақсылығын алу керек. Ода тұрған ештеңе жоқ. Бірақ біздің жігіттер қорқады да, төркініне барса, мені жамандап қояды, мен мамамды жамандап қояды, бізді жамандайды дейді. Олар білмейді, итак WhatsApp-пен бәрін айтып жатқанын білмейді де, ол айтып қойған уже. Уже айтатын айтылмаған нәрсе қалған жоқ онда. Сондықтан оны жіберу керек, келін бару керек, тыңдау, ол жақсы болып келген саған жақсы. Оны жасыратын жоқ, біздің еркектер үстінен кішкене шыдамсызбыз. Келінген босанып келді ме, келмеді ме, оған қарамайды. Шай әкел, тай әкел, тамақ әкел. Одан келіннің өзі отырамайды ғой. Тамаққа жүгіреді, енесіне жүгіреді, қайнатасына жүгіреді. Сөйтіп жүріп, өзі ауру болып қалатын жағдайлар өте көп кездеседі. Ал енді мүмкіншілік болса, бір жеке өзінің бөлмесі болса, кіріп шығуына, жүріп тұруына ыңғайлы болса, онда бөлек үйде, бөлмеде болғаны әлдеқайда жақсы. Сондықтан, ал енді әйел адамның босанғаннан кейінгі жағдай, мына қарындастарымызға айтатын бір мәселе, жын кіретін уақыттардың ең үлкен рискісі, қауіпті уақытысы босанғаннан кейінгі уақыт деп айтылады кітапта. Жын кітаптарында, жын оқу кітаптарының бәрінде солай жазылады. Мына әйел адам босанғаннан кейін өте, орысша айтқанда, уязвимый болады. Сол әйелдің ахуалы өте қиындау болады. Сол үшін оған күтіммен баптан қарап, сүйек, жақсылап мойын етін берген. Бізде мойын етін не үшін берген десеп, көп адам түсінбейді. Ол ширк, бидағат деп қайда бір нәрсені айтып жүреді. Мойын, малдың, қойдың ең тәтті жері мойны болады. Мойны болады. Мойын өте мал көп қимылдағанда, мойында ең көп малдың кальций жері сол мойында болады келінге. Сол кальцийден ажыраған келін, біраз бала босанып, сүйектері орнынан қозғалып, жаны қиналған келінге кішкене терлеп, кальций жаңа жетіспеген дәрумендерінің орны толсын деп, соны мойын сорпасына ішкізген ата бабамыз.
Сондықтан келін, босанған келіндеріміз енді жұмыс бар, тірлік бар түсінеміз, бірақ лажы келсе өзін жақсы күткені, жылы киінгені, мынау женесін қымтап байланғаны, алды-артын тауып шартып жүргені бұл өзіне де жақсы, келешегіне жақсы. Одан кейін біздің еркек өзі қиын халықпыз ғой. Мен сол ер адам болып айтып тұрмын өзім қазір. Босанған әйелге бүйтіп уже бір түрлі көзбен қарап, ана әйел енді біраз уақыт өз-өзіне келе алмайды, жасыратыны жоқ. Көп келіншектер босанғаннан кейін қатты толады, кейбіреулері қатты азады, әртүрлі ахуал болады ғой. Сондықтан сол кезде кішкене негемен қарайды. Бір дұрыс қарамайды да. Сондықтан ол сенің жұбайың, ертең жарың, сенің балаңды келтірген ана, мұны естіп отқан ер адамдарға айтылған нәрсе ғой. Сол үшін әйел адамдарды сол уақытта қаттырақ күтіп баптау бұл бар нәрсе. Шариғаттағы дұрыс нәрсе.